Көрші ләззат. Сәлем достар, сіздермен бірге жасырын сыр арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Университеттің алғашқы 3-ші курсында маған жатақханадан орын бұйырмады. Бірақ бос төсектер бары бәріне белгілі еді. Тым алыс тұрмасам да оқуға бару және үйге қайту үшін қиындықтар туғыза бастады. Сөйтіп, деканатқа арыз жазып, озат оқитынымды ескерулерін сұрап, ақыр соңында жатақханадан бір орын бөлгіздім. 3 орынды бөлмеге орналастым. Менімен бірге өзімнен кішірек 2 студент тұратын, екеуі де көңілді жігіттер. Жатақхананың бір бөлігінде 4 бөлме, бір әжетхана, 2 раковинасы бар, бір қолжуғыш және айна. Ас үй 1-ші қабат тұрғындарына ортақ. Біздің жанымызда өте көңілді, мейірімді 3 жақсы қыз тұратын. Бағы жанғыш адам екенмін. Себебі басқа блоктар мен қабаттарда тұратын таныстарым көршілері жайлы түрлі ақылға кірмейтін заттар айтып, үнемі шағым түсіруші еді. Ішкіш, төбелескіштері көп екен. Біздің көрші қыздарға үстіңгі қабаттан үнемі құрбылары қонуға келетін. Себебі оның бөлмесінде ұйықтау мүмкін емес. Бірге тұратын көршілері бір түрлі қорқынышты ән тыңдайды да, даладағы уақыт пен жан-жағындағы адамдардың не істеп жатқанына қарамастан кез келген уақытта даңғырлатып қосып қояды. Көршілерімнің арасынан өзім артық көретінім ләззат. Қыздардың үлкені менімен жасты. Мейірімділігімен жарқын жүзімен, жігерлігімен баурап алды. Жаңадан келгенде көп көмектескен. Содан жақсы тіл табысып кеттік. Оны бірден ұнатып қалды деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ олай емес. Басында мен оны мүлдем байқамайтынмын. Көрші тұратын қыз ретінде қабылдадым десе де болады. Кездесіп жүрген қызым жоқ ол кезде. Өзімде біреумен жүруге асыққан емеспін. Ботан болмасам да мен үшін оқу маңызды еді. Ләззат маған сөз тапсыруға, реферат жазуға көмектесетін. Мен де қолымнан келгенше жәрдемдестім. Оның жігіті болған-болмағанын білмеймін. Жанынан жігіт атаулыны көрген жоқпын. Жақсы дос болып кеттік. Адамдарға да өмірге де ашық. Ләззат жеңілде қыздардың қатарынан емес. Бірақ кейде ашық киінетін әдеті бар. Жігіттермен өзін еркін ұстайтын. Таңертең киетін сүйікті киімі қысқа топик пен белдемше. Бұдан сымбаттырақ болғанда жігіттердің назарынан тыс қалмасы анық. Қалай айтсам екен, ол тәбетті еді. Жоқ, мүлде толық емес, бірақ сонда да арықтардың қатарынан емес. Шынымды айтсам, маған ұнайтын қыздарға ұқсамайды. Мен оған жігіттің көзімен емес, дос ретінде қарайтынмын. Бір күні неге екені есімде жоқ, бірақ көңіл күйім айтарлықтай көтеріңкеді. Маған тән емес жеңілдік. Тостағанымды жуайын деп бөлмеден қол жуғышқа шықтым. Иә, бәрі ыдыс-аяғын тамақтанғаннан кейін жуса, жатақханада тек тамақ ішу үшін шаятынбыз. Осы уақытта бөлмесінен Ләззат күліп шықты. Екеуміз амандасқанымыз сол еді. Мен оған бірінші рет қысқа белдемшесі туралы ескерту жасадым. Ерекше көңіл күйімнің әсері ғой. Бәрі басқа күндері батылым жетпесі сөзсіз. Ләззат, қашанғы осылайша жалғасады? Аясайшы бізді, дедім мен, жанынан өте бере. Өзім үшін күтпеген жерден бөксесінен ойнақы қағып жібердім. Ей, деп күле шыңғырып жіберді де маған жылдам жақындап, қарымды шапалақпен салып жіберді. Күн керемет өтті, ал кешке аяқ астынан топ ете Ләззат туралы ойлай бастадым. Басымда сан алуан қиялдар кетті. Қандай екенін түсініп тұрған шығарсыздар. Мен өзімнен бұндайды күтпеген едім. Таңертеңгі кішігірім әзіл ара қатынасымызды басқа арнаға бұрарын кім білген? Бұған дейін дос деп санап жүрген Ләззат енді мен үшін басқа адам. Оған бірінші рет жігіт ретінде көз салдым. Ғашық болып қалдым деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емесіне сенімдімін. Арамыздағы флирт жалғаса берді. Оны біресе ақырын итеріп жіберемін. Бірде бөксесінен абайлап тартып қаламын. Кейде бөлмесіне баратынмын, қыздармен түрлі тақырыптарға дауласып, артынан жастықпен қағысып, бөлменің паша-пашасын шығарып ойнайтынбыз. Ләззаттың таңертең ашық киінетіні, кешкісін клубтарға жиі баратынын енді мен ашуландыра бастады. Таңертең қол жуғышта кезігіп қалдық. Бұл жолы оған байсалды түрмен ескерту жасадым. Ләз, кішкене қыз емессің ғой, осындай түрмен жүруге болады ма екен? Қойшы, жай ғана киінуге ерінем, деді ол күле. Ашуланбадым. Тек өтіп бара жатқанда құйрығынан тартып жібердім. Бұл жолы белдемшесінің сыртынан емес, әдейі сабақ болсын деп матаны үстіге көтеріп, жалаңаш терісіне қолымды салып қалдым.
Бәрі қас қағым сәтте болды. Себебі келесі секундта оның іш киімін кимегенін түсіндім. Белдемшесінің астынан тыр жалаңаш екен. Тұрған жерімде қатып қалдым. Не істерімді білген жоқпын. Бұрылдым да кешірім сұрай бастадым. Аңыраған аузымен көздерін жыпылықтата ол маған тесіліп қарап тұр. Оқиға орнынан із суыттым. Жігіттер сабаққа ертерек кетіп қалған. Бөлмемнің есігін жуып арқаммен сүйендім. Біреуден қашып келіп жасырынып тұрғандай. Егер әлі де түсінбесеңіздер, мен қарапайым бірақ тентек баламын. Кейде жасаған әрекетім үшін қатты жерге кіріп кетерде ұяламын. Әрі қарай не істерімді білмедім. Есік тықырлады. Біреу қағып тұр. Ашсам Ләззат. Ренжулі ме, ашуланып тұрма, жүзінен түсіну қиын. Үнсіз кірдік. Артынан есік жабылды. 1 минут ештеңе демей менен көз алмады. Қызарғаным-ай, бұдан беттер ешқашан ұялып көрмеген шығармын. Сірә. Ал ол назарын менен өзгеге бұрар емес. Жанына тақалып тағы да кешірім жаудырта бастадым. Ішімнен енді өзің ғой, әрі-бері ашық-шашық жүрген деп айтқым келсе де, қазір олай деуге қолайсыз сәт екенін түсініп тұрмын. Ләзза қалт еткен жоқ. Белінен құшақтап аузыма келген бет алды заттарды айта бастадым. Ол көзін түсіріп, белінде тұрған менің қолыма қарады. Содан кейін жақындады да біз сүйісе бастадық. Дәл осы сәтте өлердей қорықтым. Себебі оның ойында не барын білген жоқпын. Мүмкін тілді тістеп алғысы келген шығар. Басымдағы ойлар сан-саққа жүгірді. Абайлап сүйісе бастаған біз бірер сәттен кейін құштарлана сүйісіп жаттық. Бұрын-соңды болмаған эмоциялар. Ләззат керемет сүйіседі екен. Менің қозғаным сонша, жай ғана сүйіскеннен шегіме жете жаздадым. Қолымды оның шашына жіберіп, есімді білмей, басын, шашын сипалап жатырмын. Ол болса менің оянған серігімді сипалай бастады. Спорттық шалбардың сыртынан оның жылы алақанын сезіп тұрмын. Сөзбен жеткізу қиын бұл әсерді. Бағанағы ұятымды ұмытып, енді еш қымсымдай белдемшесінен көтеріп домалақ бөкшесіне қолымды қойдым. Санына саусақтарымды жүгірттім. Тартымды аяқтарының арасында жоғалдым. Бір сәтке де еріндерімді оның еріндерінен ажыратқан емеспін. Ойлау қабілетімді жоғалтқалы қашан. Сонда соңғы жігерімді жинап, өзімді қолда ұстауға тырыстым. Үркітіп алмас үшін. Бірақ қыздың қолы сенің бір жеріңді сипалап, құштарлана сүйіп тұрған кезде бұны жасау өте қиын. Ауық-ауық шектен шыққан жоқпын ба, Ләззаны мәжбүрлеп жатқан жоқпын ба деген ойлар келіп қалады. Мүмкін ол бәрін доғарғысы келер. Өз бөлмесіне кеткісі келген шығар деп қорқып та кетемін. Бұндай сәтте ақырын ғана Ләззаттың жүзіне қараймын. Болып жатқан жайт екеуміздің де қалауымыз. Екеуміз де сезімге берілдік, бірақ шектен шыққан жоқпыз. Бұдан әрі өзімді тежеуге қимай, саусақтарымды тереңірек, жиірек кіргізе бастадым. Тынысымыз ауырлады. Тура тұрып, қызға ләззат жеткізу қиын негізінде. Алақанымды барыншырақ жақынырақ ұстап, тереңірек тығуға тырыстым. Сондықтан ол Ләззаттан құр қалмады. Ләзза да мені қинаудан шаршап, қолын дамбалына кіргізді. Бұған дейін ешбір қыз менімен бұндай істемеген. Бірақ ол қарапайым ғана кекіс болған еді. Жігіттер мені түсіну керек. Қыздың өзі қолын сенің іш киіміңе салса, бұл эмоциялар мүлде бөлек. Осыдан 3 жыл бұрын тым жас кезімде жай ғана осы қимылы мен шегіме жеткізуге жеткілікті еді. Ләззат жұмыртқаларды қолына алып оларды сипайды да ұзындығымен жоғары көтереді, сосын қайта астыға түседі. Серігімді жұдырығына алып тез-тез астыға үстіге қозғай бастады. Бұлай қанша тұрғанымыз беймәлім, мүмкін бірер минут қана, мүмкін жарты сағат. Менің мүшем оның қолына тиген сәтте-ақ уақытты санауды ұмытқам. Басым кетті сөзсіз, аз ғана қимылынан-ақ шауқатым сыртқа атылды. Оның қолы менің ішім, дамбалым, шалбарым болғанды. Ал біз одан ары сүйсе бердік. Аузым бос болмағаннан соң бойымда жүгіріп өткен тоқтан айқалаудың орнына түсініксіз мыңқылдады. Ал Ләзза менің досымды жіберген жоқ. Қалаған шаймалай берді. Бұл ессіздікті доғару керек еді. Сондықтан бар көңілімді оның делткісіне аудардым. Ләзза ауа жетпегенде ауыр-ауыр тыныс ала бастады. Құдды бұған дейін бар көңілін маған бөліп, белдемшесінің астында не болып жатқанын сезбегендей. Оның делткісін ес білмей қинадым. Бірақ байқамай ауыртып алмау керектігі жадыда тұр.
Бір кезде ол ақырын ғана ыңылдап қатып қалды да артынан бар күшімен ерніме жармасты. Қолдарым тас боп қатқан аяқтарының арасында тұтқын іспетті. Менің аузыма ауыр дем шығарады да әлсін-әлсін дірілдейді. Бірер сәттен кейін көзіміз ашылып, көздеріміз қайта кездесті. Ләззат ақырын шауқатқа былғанған қолын менің шалбарымнан шығарып, өзінің ең сүйкімді күлкісін сыйлады да бөлмеден шығып кетті. Жалғыз қалдым. Қолымда Ләскәнің шырыны, иісі мұрын жарады. Оның төсіне жете алмағаным осы сәтте ғана есіме түсті. Топиктің астынан көргенімне қарағанда көп нәрседен айырылып қалған сияқтымын. Бұдан кейін қызық жайттар басталды. Екеуміз де қалағанымызға қол жеткізіп, қызығушылығымызды қанағаттандырып, қайтадан еш уайымсыз жай ғана дос болып сол сәтке оралған сияқтымыз. Бұл маған ыңғайлы еді. Бір күні Ләззат дискотекадан ертерек оралды. Менің көршілерім де клубқа кеткен. Сондықтан бөлмеде жалғыз едім. Ұйқым келмей телефонда ойын ойнап отырғам. Ләззат есікке қағып шай ішуге ұсыныс жасады. Қуанышты едім. Маған онымен уақыт өткізген, бірге фильм көріп, күлкілі роликтер тамашалаған ұнайтын. Кейде жалғыз, кейде достарымызбен кездесетінбіз. Бұл жолы фильмге тым кеш болғандықтан жай ғана ютубты шарлауға кірістік.